Ақылдыға иман парыз, имандыға ғибадат парыз дейді Абай атамыз. Ассалаумағалейкум құрметті біздің Абай атындағы кітапханамыздың қадірлі оқырмандары. Біз бүгін арнайы Рамазан айының берекеті жайлы, осы айда қылатын амалдар жайлы, осы айдағы қайырлы істер жайлы осы мешіттің имамымен сұхбат жасайтын боламыз. Бізбен бірге болыңыздар. Қымбатты оқырман қауым, біз бүгін арнайы қуандықтан 10 сұрақ жобасы, келіп жеткен мұсылман қауымның ұлық мерекесі Рамазан айымен тұспа-тұс келген біздің шығарылымызда арнайы Семей қаласындағы жаңадан ашылған орталық мешіттеміз. Және біздің жанымызда осы мешіттің наиб имамы Бекзат ағамыз. Аға, ассалаумағалейкум. Уалейкумассалам. Келіп жеткен мына Рамазан айы мүбәрәк болсын. Барша мұсылман қауымның ұлық мерекесі құтты болсын дейміз. Жалпы бұл енді қуандықтан 10 сұрақ деген өзіміздің шағын бір жасап жүрген жастардың проектісі. Бұл енді жастарды жан-жақты тәрбиелеу, әртүрлі мамандықтағы ағаларымызбен, әпкелерімізбен сұхбат. Ол жаңағы жастарымыз, өзіміз құралпас замандастарымыз дұрыс мамандық таңдасын, дұрыс бағдарда жүрсін, дұрыс уақыт өткізсін деген жаңағы мақсатта, ниетте жаңағы қоғамдағы қалай айтайық, рухани өзімізше үлес қосу деген оймен жасалып жатқан бағдарлама. Қуандықтан 10 сұрақ деп атын қойып қойғанбыз. Енді бүгін арнайы мешітке келгеннен кейін, Рамазан айымен тұспа-тұс келгеннен кейін өзіңізбен жақсы сұхбат жасасақ деген ниеттеміз. Енді осы жалпы Рамазан айының келуі жайында, жалпы осы Рамазан айының мұсылман қауымға парыз етілгені жайында бір ауыз түсіндіріп айтып берсеңіз. Ассаламу алейкум рахматуллахи баракату. 12 айдың сұлтанына қасиетті Рамазан шарифы хайырлы құтты болсын баршамызға. Ұстап атқан ораза, дұға тілектеріміз қабыл болсын. Қасиетті Рамазан шариф айының қасиеттілігі туралы жаратқан иеміз Аллах Тағала Құран аятында айтады. Астағфируллах. Шахру Рамазан аллази унзила фихил Құран. Қасиетті Рамазан айында сендерге қасиетті Құран түсірдік дейді. Бұл қасиетті Рамазан айы Құран айы деп айтылады. Бұл Құран адамды ақ пен қараны ажыратып туралықты көрсететін кітап дейді. Және де кімде-кім бұл қасиетті айға жетсе дейді аман есен, Аллах Тағала айтады осы аяттың жалғасында. Ондай болса ол адам оразасын ұстасын дейді. Бұл айда ораза айы деп айтамыз Рамазан айын. Құран айы, ораза айы, сабырлық айы, кешірім айы деп жатамыз. Сол енді бұл қасиетті Рамазан айы ислам дінінің 5 парыздың бірі, ораза бізге парыз етілген ай болып есептеледі. Ал енді Аллах Тағала бұл оразаның парыздығы туралы Құран аятында я айюхаллазина аману иман еткен пенделерім кутиба алейхимус сияму кама кутиба алаллазина мин қабликум лааллакум таттақун. Сендерге ораза парыз етілді, сендердің алдындағы үмбеттерге парыз етілгені сияқты дейді. Сендер оразаны ұстау арқылы тақуалардан боласыңдар деген үміт бар дейді. Яғни ораза адам баласын кемелдендіретін, рухани тәрбиелейтін, адам өз-өзін сабырлыққа, байсалдыққа, барға қанағат етуге, жаңағы нәпсін тәрбиелеуге арналған ғибадат екен ораза. Ал енді ораза бай мен кедей теңестіретін ғибадат. Аштықты білмейтін дәулетті адам ораза ұстау арқылы қарын ашу жағдайын түсіне бастайды. Ораза мейірімділік айы деп жатады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бір құрмамен болса да ауыз аштыру арқылы, жақсылық жасау арқылы бір-бірлеріңе қол ұшын беріңдер дейді. Рамазан шариф айында істеген сауаптар еселенетіні туралы сүйіншіленеді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам аль-джаннату хуббил масакин, жәннаттың кілті дейді. Ол кедей-кепшік жоқ-жеттіктерге қуаныш сыйлау дейді. Сол сияқты осы айда дәулетті кісілер өзінің зекетінен, хайыр ихсан садақасынан жоқ-жеттіктерге беру арқылы қуантатын ай болып есептеледі. Ораза, Рамазан шариф айының оразасының ұлықтығы туралы Аллах Тағала айтады. Күллі бани адам ләху дейді. Адам баласының амал ибн ләху дейді. Адамның істейтін амалының бәрі өзі үшін дейді. Қарап отырсақ, намаз оқысақ өзіміздің пенделік борышымызды өтейміз.
ата-анамызға жаңағы қызмет етсек, кейін ұрпағымыз бізге қызмет етеді, Алла бізден разы болады деген сияқты. Зекет берсек, ол да малымыздың қорғаны екен, садақа берсек, денсаулығымыздың амандығы үшін береміз. Ал енді оразаны Аллах Тағала илля сомили деп оразаны өзі бөліп алып отыр ғибадаттардан. Лианнаху сиррун, ораза дейді жасырын бір ғибадат дейді. Оразада рия болу мүмкін емес дейді. Яғни басқа ғибадатты қарасақ көріп тұрамыз, бір намаз оқып жатқан, бір қажылық етіп бара жатқан, ал ораза ұстап жүрген адам ешкім білмейді. Көшеде кетіп бара жатқан қаншама мың адам ішінен кімнің ораза емес екенін бір Алла ғана мәлім. Сол үшін Аллах Тағала ораза бір жасырын ғибадат болған үшін пенде мен құлдың арасындағы. Мен оны өзім жасырын түрде жәннат қоям, оның несін сый сияпатын өзім берем деп оразаны Аллах Тағала ерекшелейді. Сол сияқты осы қасиетті Рамазан айында ең ұлық ғибадатымыздың бірі ораза міндеттелген парыз болған ұлық ай болып есептеледі. Енді оразаның парызы үшеу. Ниет ету Алла разы үшін ораза ұстауға, және уақытын білу, қай уақыттан қай уақытқа ұстауымыз керек екенін. Және де ішіп жеуден тыю, жыныстық қатынастан өзін тыю. Ал енді оразаның міндеттелетін кісілер балағат жасқа толған, ақыл есі дұрыс, сосын жергілікті адамға, яғни сапарда немесе біреудің құлы болса, ондай кісілер ораза мойнынан түседі екен. Сол сияқты оразаның бұзатын нәрселер болады. Жаңағы оразаның негізі асыл мақсаты, негізі адам баласын тек қана ішіп жеуден ғана өзін тыймау керек дейді. Рухани көз күнәсінен, тіл күнәсінен аз сөйлеуге тырысу керек, тілмен жаман нәрсе айтпау керек дейді. Тілге де ораза ұстату керек дейді. Құлаққа дейді, аяқ қолға, 5 сезім мүшесін ораза ұстату керек дейді ислам ғалымдары. Ал қандай дүниелер ораза бұзады? Оразаны бұзатын жағдайлар жаңағы қасақана біліп тұрып ішіп жейтін болса. Шариғатымызда сондай кеңдік бар. Адам ұмытып кетіп ішіп қойса, сосын есіне түссе, оразасын жалғастыра беруге болады, ораза бұзылмайды. Ал қасақана біліп тұрып жейтін болса, оразаны бұзылады. Және де оған кафарат дейді, оның өтелетін жазасы бар, 60 күн ораза ұстау керек дейді. Ал енді жаңағы оразаны бұзатын нәрселер ішіп жеу. Одан кейін барып глюкоза сияқты жаңағы адам бойына қуат беретін дәрі-дәрмектер қолдану, инемен, уколмен. Және де оразаны бұзатын нәрселер жыныстық қатынасқа түсу. Осындай нәрселер енді қазір есіме түсіп тұрғаны оразаны бұзады. Ал енді оразаның мәкрүхтеріне келетін болсақ, ораза кезінде істелмеу керек болған нәрселер, лаж болса сүймеу адамды. Өйткені өзінің жары болсын, басқа неған кезде, сүйген кезде адам шахваттанып кетуі мүмкін, сол үшін өзінің несін, нәпсін тиіп сүймеу. Сосын сағыз шайнамау деген сияқты. Ал бала иіскеу, нәрестені иіскеу. Ал енді кішкентай баланы иіскеп сүйді, ода тұрған ешқандай әбестік жоқ. Ол жерде адам баласын шахват сезімес, ол жерде әкелік мейірім оянады. Сол үшін баланы иіскеп сүйгенде ода тұрғанда ешқандай не жоқ. Кейбіреулер балаларын да сүймей жатады, ол білместік істеп жатады, немересін сүймей жатады. Ол шатастыру. Шатастыру болып есептеледі. Ораза уақытында қандай амалдармен айланысқан дұрыс? Мысалға, кейбір жастар енді ораза уақытында қарнымыз аш кетпесін, уақыт жылдам өтсін деп, кейбірі ұйқымен өткізеді. Кейбірі жаңағы жасыратыны жоқ, телефонмен өткізеді, кино көрумен өткізеді. Қандай амалдар қайырлы осы ораза уақытында уақыт өткізуге? Енді оразаны ұстаған адамға уағыз, жаңағы насихат тыңдау, ғибратты әңгімелер тыңдау, кітап оқу деген сияқты, жаңағы жаратқан иемізді зікір ету, намаз оқу, қасиетті Рамазан, Құран ай деп жатырмыз, Құран үйренбегендер, білмегендер Құран үйрену, білгендер сол Құранды хатым ету деген сияқты нәрселермен айналысқан дұрыс. Сосын ұйықтағанда да ешқандай не жоқ, әбестік жоқ, өйткені ораза кісіні ұстаған адамның ұйқысының өзі ғибадат деп жатады. Ал енді жаңағы телефонмен неше түрлі адамға негізі жағымсыз нәрселер болады, жаңағы кино көріп, неше сериал көріп жату, енді ол дұрыс саналмайды, ол уақытты ысырап ету болып есептеледі. Сол үшін ораза адам өзінің ораза екенін негізі міндетсінбеу керек. Мысалы, пәлсінбеу керек. Мысалы, біреулер студент болып жүріп ораза ұстайды да, сол ораза екенін білдіріп қойып, жаңағы өзінің сабақтарын әлсіретіп жатады, мұғалімдер ренжіп жатады.